Күні кеше, яғни 26 декабрь күні Өзбекстан Республикасы президентінің Али Мәжлиске хамзе халқымызға müracaatнамасы болып өтті. Бұл müracaatнамада har bir халқымыз, соның менен бір қатарда жастар үшін үлкен имканиятлар хамзе үлкен жаңалықтар жүз берді десем қателеспеген боламын. Себебі келтірген 2026 жыл мемлекетімізде махаллені рауажландыру хамде жәмиятты жетілдіру жылы деп белгіленді. Яғни бұл дегені рауажлану халқымызда махалледен баслап, яғни ең төменгі буын болған махалледен баслап рауажлану деген түсінікті береді. Әлбетте жастар өмірінде сонымен бір қатарда ілім-пән тарауында да үлкен жаңалықтарға hamda үлкен имканиятларға бай жыл болуы күтілмекте. Себебі осы келтірген 2026 жылда елде жоғары оқу орындарының санының көбейтілуі, сонымен бір қатарда жоғары оқу орындарының халықаралық жоғары оқу орындарымен бірге істесуі, hamda сонымен бір қатарда техникумларда дуал тәлім тізім системасын елде рауажландыруын хақында айтып өтті. Яғни бұл техникумларда оқитын оқушыларға стипендиялар берілуі, hamda жоғары бағаларға оқитын оқушылар үшін елде қосымша стипендиялар төленуі, әлбетте бұл оқушы жастар үшін, техникумдағы жастар үшін, білім алуға ынтылып отырған жастар үшін жүде үлкен имканият. Сонымен бір қатарда сол жоғары оқу орындарының біткеруші жастары, яғни біздер үшін бір үлкен бір қуанышлы хабарлардың бірі, карханалар, яғни жұмыспенен тәмінлеуші карханалармен біргелікте саллы экосистема жариялануы, яғни бұл саллы экосистема жариялану нәтижесінде студенттердің, яғни олардың академик көрсеткіштері, олардың білім дәрежесімен біргелікте сол карханалар студенттердің, яғни жұмыспенен тәмінлеуші жастардың академик көрсеткіштерін көру арқылы онлайн көріп отыра алады. Ал бұл болса минет базарын елде рауажландыру, халқымыздың, әсіресе студенттердің бәнтлігін елде тәмінлеу үшін үлкен имканиятлар десем қателеспеген боламын. Келесі жылларда жасалма жолдастың Өзбекстаннан бірінші мәрте, сонымен бір қатарда Өзбекстанның бірінші космонавты космосқа ұшырылуы Өзбекстан Республикасының инновация, ілім-пән тарауындағы бір үлкен орнын иелейді десем қателеспеген боламын. Бұл müracaatнамада тек қана махалле hamda жастар үшін емес, бизнесмендер үшін суд системасы, сонымен бір қатарда IT тарауында елде көптеген имканиятлар жаратылуы көзделген. Әлбетте бұл имканиятлардың, бұл шариятлардың баршасы біз жастардың, біз халқымыздың мәпі үшін десем асыра айтқан болмаймын. Осындай имканиятlardan біз жастар елде үнемді пайдаланып, жаңа Өзбекстанның құраушылары болуға таярмыз.